Алтын балық ертегісі. Баяғыда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар көне саман үйде теңіз жағасында тұрыпты. Шал күнде қармақ алып теңізге барып балық аулап күнелтіпті. Бір күні шал теңізге қармағын тастайды. Бір тастайды, ілікпейді. Екінші тастайды, тағы да ілікпейді. Үшінші рет қармағын тастағанда бір алтын балық қармағына ілінеді. Балық адамша сөйлеп: «Мені жібер, шал ата, мен саған керек тілегіңді орындаймын», дейді. Шал алтын балықты аяп кетіп, тілегін де айтпай босатып жібереді. Үйіне қайтып келсе, кемпірі ұрсады: «Неге ештеңе сұрамай босатып жібердің? Бар, қайта барып бір нәрсе сұра». Шал қайта теңізге барады. Теңіз мұнартқан екен. Алтын балықты шақырады. Балық жүзіп келеді. Шал кемпірінің тілегін айтады. «Кемпірім жаңа астау сұрап жатыр». Балық: «Жарайды, қайт үйіңе, астау дайын», дейді. Шал үйіне қайтып келсе, кемпірі жаңа астауда кір жуып отыр екен. Бірақ кемпірі риза болмай: «Бар, тағы сұра, бізге жаңа үй керек», дейді. Шал қайта теңізге барады. Бұл жолы теңіз бұрқырап, толқып тұр екен. Балықты шақырады. Балық келеді. Шал кемпірінің тілегін жеткізеді. «Жаңа үй керек». Балық: «Жарайды, қайт үйіңе», дейді. Шал үйіне қайтса, саман үйдің орнында әдемі ағаш үй тұр екен. Бірақ кемпір тағы да разы болмайды. «Бар, айт, мен енді бекзада болғым келеді». Шал амалсыз тағы барады. Теңіз одан сайын бұрқырапты. Балық келеді. Шал кемпірдің жаңа талабын айтады. Балық: «Жарайды, қайт үйіңе», дейді. Шал үйіне қайтып келсе, кемпір бекзадаларша киініп, қызметшілерге әмір беріп жүр екен. Бірақ кемпір мұнымен де тоқтамайды. «Бар, айт тағы, мен патшайым болғым келеді». Шал теңізге тағы барады. Бұл жолы теңіз қаһарланып, қара дауыл соғып тұр екен. Балық келеді. Шал кемпірдің тілегін айтады. Балық: «Жарайды, қайт үйіңе», дейді. Шал үйіне келсе, кемпір алтын тақты ұстап, патшайым болып отыр екен. Қасына қызметшілер тұр. Шалды жақында жолатпайды, күзетпен қуып жібереді. Шал мұңайып қайтады. Бірақ кемпір енді тағы да өз қалауын таба алмайды. Ол: «Барып айт, мені енді алтын балықтың өзіне әмір беретін болайын», дейді. Шал теңізге соңғы рет барады. Теңіз қап-қараланып, долданып жатыр. Шал алтын балықты шақырады. Бірақ алтын балық бұл жолы жауап бермей, тереңге сүңгіп кетеді. Шал үйіне қайтса, баяғы шіріген саман үй, алдында ескі астау, кемпір отыр екен. Шалқан ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады. Шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жұлқиды, бері жұлқиды. Шалқан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады.